Мен кофе ішкім келеді. I'd like to drink coffee. Қанша жағдай ма? Бірінші қазақ тілінде миымызда ойланып алып, одан кейін ағылшынша аударып жатамыз. Бірақ ағылшынша ойлауға болатын сіз білесіз ба? Білмесеңіз, қазір Мәкең бізге үйрететін болады. Мәке, кеттік. Ойымызда аударма жасамай, бірден ағылшынша ойлану үшін соны үйренудің сіздерге 3 жолын үйреткім келіп отыр. Ең біріншісі, жаңа сөздерді үйренген кезде аудармасымен емес, суретімен немесе бір ситуациясымен үйреніп, солай жаттаңыздар. Екінші жолы, айналаңызда ағылшын тілінің әлемін ұйымдастырыңыз. Ағылшын тілінде сөйлейтін елге бара алмасаңыз, сіз жұмысқа немесе сабаққа бар жатқанда радио тыңдасаңыз болады ағылшынша. YouTube'дан видео көретін кезде ағылшынша видеолар көріңіздер. Мәке, осы подкаст туралы айтып кетсеңіз, подкасттың да пайдасы болады ғой, Подкасттың пайдасы өте зор. Ол тек фонда ойнап тұрғанның өзінде біз өзімізді ағылшын тілінің әлемінде сезінеміз, біздің ойымызға әсері зор. Содан соң үшінші жолы еліктеу, imitation деп аталады. Сіз подкаст тыңдағанда, видео көрген кезде сөйлеушінің артынан қайталап соған еліктеңіз. Соның интонациясына, соның акцентіне еліктеп сөйлейтін болсаңыз, сіз тіліңізді де, санаңызды да бірге жаттықтырасыз. Осы тұста баяғыда әр сыныпта бір адам болады, дәл бір ағылшындар сияқты сөйлегісі келіп имитация жасайтын, бәріміз күлетінбіз. Шындап келгенде сол адамдар өте бір дамып кәдімгі болады, шет елде оқып жатыр, алды. Ойланып қарасаңыз, имитацияның тіл үйренуде өте үлкен пайдасы бар. Өйткені дәл сол тіл иесі ретінде сөйлейтін бір қалыпқа келуді үйренетін боламыз. Дұрыс па, Мәке? Өте дұрыс. Барлықтарыңызға сәттілік. Осы тұста сіздерге қазір төменде қандай бір подкасттарды тыңдауға болатынын қазір саламыз, деңгейлі деңгейге бөліп, сіздерге пайдалы болады деген ойдамыз.